Қайырлы күн, достар. Қайырлы күн. Бүгін бізде сабақта Дина Қазыбекова және Анар Бауыржанқызы. Тақырыбымыз модальді жетістіктер. Соның ең алғашқысы шут модальді жетістігі. Біз қолданамыз бір үйге кеңес берген кезде және де рекомендация берген кезде қолданамыз. Мысалы, оның формуласын айтатын болсақ, шут модальді жетістік және де инфинитив жетістіктің бірінші формасы. Барлық есімдіктермен шут модальді жетістік, одан кейін негізгі жетістік жүреді. Теріс формасы shouldn't, мысалы үшін I shouldn't do it, немесе I should do it болады. Ал мысалы қарастырайық, қараңыздар. Бірінші мысал. Tom should go to bed earlier. He usually goes to bed very late and he's always tired. Қалай аударамыз бұны? Қалай түсіндіңіздер? Қараңыздар. Tom should go to bed earlier. Том ұйықтауға ертерек жату керек. He usually goes to bed very late. Ол өте кеш жатады, сондықтан күнімен шаршаңқы болады. Енді бұл жерде біз Томға не айтып жатырмыз? Кеңес айтып жатырмыз. Саған ертерек жату керек деген кеңес. Және келесі сөйлем, it's a good film, you should go and see it. Бұл фильм өте жақсы, сен оны барып көруіне болады. Кеңес беріп жатыр. Келесі біздің модальді жетістігіміз have to. Ал енді have to деген модальді жетістікке көңіл аударыңыздар. Бағана біз should модальді жетістігін айтқанда, ол біз кеңес берген кезде ол өте жұмсақ бір, ал have to оған қарағанда кішкене қаттылау. Міндеттіміз, бірақ 100% емес, 80%-ға міндетті. Қараңыздар, мысал ретінде қарастырайық. I have to take my medicine 4 times a day. Мен бұл дәріні күніне 4 рет қабылдауым керекпін. Мен керекпін оны қабылдау. 100% емес, бірақ 80% ол мен денсаулығыма пайдалы. Енді қараңыздар, сөйлемде бұл қалай кездеседі? I, we, you, they have to do, have to work, have to go, have to wear. Бару керекпін, жасау керекпін, кию керекпін деген сияқты. Қараңыздар, енді үшінші жақ жекеше бір әрдайымызде өзгереді білетіндей. He, she, it has to go, has to work, has to go, has to wear. Мысалдарға көңіл аударайық. Мысалы, I'll be late for work tomorrow. I have to go to the dentist. Мен ертең жұмысқа кешірек барамын, себебі мен стоматологқа баруым қажет. Jill starts work at 7, so he has to get up at 6. Jillдің жұмысы сағат 7-де басталады, сондықтан ол сағат 6-да тұру қажет. Бұл модальді жетістіктің теріс формасына назар аударатын болсақ, шаққа байланысты көмекші жетістіктер қолданамыз. Осы шақта don't have to болады, үшінші жақта doesn't have to, төменгі жақтағы кестеге назар аударсаңыздар болады. Егер past simple'де айтатын болсақ, көмекші жетістігіміз бізде didn't have to болады. Келесі соңғы модальді жетістігіміз must. Ал енді бағана should-ті кеңес дедік, must 80%, міндетті, бірақ 80% дедік. Ал енді must-қа көңіл аударсаңыздар, бұл деген бізде 100%. Бұл заңмен бекітілген, бұл деген біз жасау керек міндетті заттар. Мысалы, қараңыздар. Мысалы, the windows are very dirty, I must clean them. Терезелер өте лас болып тұр, сондықтан мен оны жууға міндеттімін. It is fantastic film, you must see it. Бұл фильм өте керемет, сен бұны көру керексің, 100% көру керексің деген мағына беріп тұр. Және де бұның теріс формасы тек must-қа not сөзін қосамыз. Немесе шаққа да байланысты өзгермейді. Must is present or future. I must go to the bank now. Signal words-ке байланысты біз білеміз бұл қай шақ екенін. Немесе I must go to the bank tomorrow. Мен банкке қазір баруым қажет. Бірінші сөйлемде, екінші сөйлемде мен ертең банкке баруым міндеттімін. Келесі мына жерде мысалдарға, тапсырмаларға назар аударатын болса, бірінші бізде тапсырма should жетістігіне байланысты модальді, екіншісі have to, үшіншісі must модальді жетістіктеріне байланысты. Назар қойып көңіл аударғандарыңызға рахмет. Зейіндеріңіз ашылсын. Goodbye. Goodbye.